Ассалаумағалейкум достар. Бүгін мен сіздерге GTA San Andreas'тың қалай установить, яғни телефонға көшіретінін көрсетемін. Ол үшін сіздерге мынандай Aptoide деген приложение керек. Сіз бұл приложенияны, яғни Play Market'тен іздемеңіз. Ол жақтан бәрі де табылмайды. Google'ға кіресіз, Google'ға осылай кіресіз. Потом Aptoide қазір Aptoide деп жазасыздар. Ешқашан Aptoide деп жазасыздар, бірақ ағылшынша жазбаңыздар. Ағылшынша жазатын болсаңыздар, ол бәрі табылмайды. Мені қазір көресіздер. Қай кетті? Скачать Aptoide бесплатно деп тұрады. Соны скачать етіп аласыздар. Соң міне Aptoide'ға скачать еткен соң кіресіздер осылай. Aptoide'ға кірген соң Aptoide'ға кіріп аласың. Aptoide'ға кіресіз, сосын басасыз. Сосын басқан соң мына жерге GTA деп жазасыздар. GTA деп жазсаңыз өзі шығады. GTA San Andreas деп шығады. GTA San Andreas деп шығады. Біріншісіне кіресіз и установить басып скачать. Мене бірақ скачать етіп қойған, мен сондықтан бұны жазбаймын. Сенбесеңіздер көрсетейін. Міне GTA San Andreas. Бірақ басында сіздерге кірген кезінде бұл жерде осындай болып тұрады. Міне басында кіргенде былай айтады. Мына жерге өзіңіздің email.пароліңізді жазасыз. Мысалы менікі aqjo.com.kz и готасыз. Ал мына жерге өзіңіз пароліңізді жазасыз. 47 дейсіз, готов басасыздар и оффлайнды баспасаңыздар бітті. И міне GTA San Andreas'қа кірді. Міне дәл бұл приложение Aptoide'дан жазып аласыздар, бірақ интернетті өшірмей жазасыздар. Егер де бірдеңе повторить деп шығып қалса, оны қайтадан жазыңыз. Ал ол просто нет қалған несі ғой. Міне кірді. Көрдіңіздер ғой? Grand Theft Auto San Andreas. Мен міне қаладан кетіп баратырмын. Міне кірді. Көрдіңіздер ғой? Яғни Android'қа GTA San Andreas'ты скачать етуге болады. Бұл ешқандай өтірік сөз емес. Бірақ енді кішкене қатап, бірақ ауылға сондай ауылға барсаңыздар қатпайды. Ал қалада кішкене көп машиналар бар, адамдар бар дегенде дрифт жасайтын зат. Ойнаса лайк басып, каналға